Сәлем, бүгін біз каналымызда осындай жолбарыстың суретін саламыз. Жолбарыс бізде ағаштың бойында демалып жатқан уақытын бейнелейміз. Ең алдымен домалақ қылып осылай басын салып алдық. Құлақтары, көзі және маңдайы, мұрны және аузы өте оңай тәсілін көрсетіп жатырмын. Негізгі денесінің бітімін, құйрығының бөлімі. Бұл жерде кеуде бөлімі бізде көрінбейді, себебі жолбарыс ағаштың бойында жатқандықтан бұл жерде дене бітімі кішкене толық салынбайды. Екі қолы, қазір екінші аяғын бейнелеймін, және де жолбарыстың астындағы талдың сабы, яғни ол талдың сабында демалып ұйықтап жатқан уақыты. Осылай ағашты толығымен салып аламыз. Екінші аяғын бейнеледік. Ендігі уақытта жолбарыстың басындағы осындай домалақ декор, яғни бұл декор элементтері домалақ шариктарды бейнелейміз. Ол домалақ шариктер жан басында, және де қолдарында, және де аяғында, құйрығында да бейнеленеді. Жолбарыстың әрине тырнақтары болады. Сол тырнақтарды бейнелейміз. Шеу. Енді жолбарыс бізде талдардың ортасында, яғни ағаштың ортасында демалып ұйықтап жатыр. Яғни ол жолбарыс жапырақтардың, гүлдердің ортасында. Демек, декор элементтері, яғни гүлді және де жапырақтарды бейнелеу бізге қалды. Әртүрлі жерден осындай жапырақтар салып шықтық. Жапырақтарды көп қылсаңыз да болады, аз қылсаңыз да болады. Ол сіздің талғамыңызға ғана сай. Ал енді біз жолбарысымызды бояуға кірістік. Ең алдымен жолбарысымызды толығымен сары түспен бояп шығамыз. Және де жолбарысты бояп біткеннен кейін оған қызғылт түсті қосамыз. Яғни қызғылт сары түсті араластырамыз. Сол кезде бізде осындай сары емес қоңырқай сияқты түс шығады.
Міне көрдіңіздер ме қандай түс шықты. Енді бетінің қызылын саламыз және де мұрнын, құлағын, ішкі бөлімдерін қара түспен бояймыз. Жолдастар, менде қоңыр түс жоқ, сондықтан да мен қызыл түспен жасыл түсті араластырып, қоңыр түсті шығарып алдым. Сол қоңыр түспен осындай қоңыр түспен ағашты бояп жатырмын. Жолбарыстың астындағы ағашты. Енді декор элементтеріне, яғни орманның, ағаштың жапырақтарын бояймыз. Оның түстері бізде жасыл, қанық жасыл түс болуы мүмкін, ақшыл жасыл түс болуы мүмкін. Және де гүлдеріміз күлгін түсті. Және арасында бір-екі күлгін түсті өсімдіктер болады. Міне күлгін түспен гүлдерді бояп жатырмыз. Барлық гүлдерді күлгін түспен бояп шығамыз.
Ал ендігі кезекте бізде контуринг, яғни жолбарыстың контурын барлығын қара түспен салып шығамыз, яғни контуринг жасаймыз. Сол кезде біздің суретіміз анық болады. Артқы фонымыз толық болу үшін бос жерлерге күлгін және де қызыл түсті фломастермен осындай сызықшалар салып шықтым. Міне, бізде осындай әдемі сурет шықты. Егер де бізбен сурет салып үйренгің келсе, каналымызға тіркелуді ұмытпа.